Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңдағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы 2026 жылғы жаңа салық кодексі туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикерлер Ермек Алғазыұлы Алғазиев, Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары, Оксана Валиоллақызы Нигметуллина, Батыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті түсіндіру жұмысы және байланыс орталығы басқармасының басшысы. Сөз тізгіні Ермек мырза, өзіңізде. Қайырлы күн. Бәріңізге мәлім, 1 қаңтар 2026-тан бастап Қазақстанда жаңа салық кодексі қолданысқа енеді. Негізгі өзгерістер ол корпоративтік және жеке табыс салығы, әлеуметтік және акциздік төлемдер, сондай-ақ арнайы салық режимдерге қатынасты. Корпоративтік табыс салығы кім төлейді? Резидент Қазақстанға кірісі бар резидент еместер. Жаңа өзгерістер ол мемлекеттік орта мектептермен төлейтін болады. Салық мөлшемдері жалпы 20%, бірақ кейбір салаларға дифференцияланған болады. 25% ол банк және ойын бизнесі, 3% ауыл шаруашылығы өнім өндіру және қайта өңдеу, 6% ауыл шаруашылық кооперативтеріне, 5% 2026-тан, 10% 2027 жылдан әлеуметтік сала көмек көрсететін коммерциялық емес ұйымдарға басқа. Мүгедектер жұмыс істейтін ұйымдарға жеңілдіктер болады. Статус алу үшін 51%-дан жоғары қызметкерлер мүгедек болу керек. Корпоратив табыс салығы төмендетіледі. 3-тен 9 қызметкер болса 50%-ға жеңілдік болады, 10 қызметкерден жоғары болса толық босатылады. Аванстық төлемдер шек 325 мыңнан 600 МРП 2,6 миллиард теңге дейін көтеріледі. Авансты есептеу енді салық органдары арқылы өткен жылғы корпоратив табыс салығы 1,12 бөлігі болады. Әртүрлі ставкалар бойынша бөлек есеп жүргізуге міндетті. Қосылған құн салығы бойынша Қазақстанда тіркелген төлейтіндері Қазақстанда тіркелген компаниялар мен ұйымдар тауарлары импорттайтын тұлғалар болады. Ставкалары жалпы 16% болады тауарларға, қызмет және импортқа. Төмендетілетін медицина үшін 26 жылғы 5% болады, 27 жылдан бастап 10% болады. Босатылғандар әлеуметтік маңызға дәрі-дәрмектер, ішкі туризм, кітаптар, археолог жұмыстар, шағын бизнес арнайы режимдері. Зачет және декларациялар ауыл шаруашылығы үшін қосымша құн салығы 80%-ға есепке алуға болады. Зачет товар, қызмет алынған күні жасалады. Декларация мерзімі 90-нан кейінгі келесі айдың 15-іне дейін, екінші айдың 15-іне дейін тапсырылады. Әлеуметтік салық 2026 жылдан бастап ставкасы 6%-дан 1,8%-ға дейін төмендетіледі. Нысан ауыл шаруашылығы өнімін өндіру. Төлеушілері жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын тұлғалар ауыл шаруашылығымен өзін қызметкерлерін фиксированный мөлшерге төлейді. Акциздер және көлік салығы. Акциздер алкоголь, темекі, энергетик сусындар, көліктер мен кеме, ұшақ ставкалары көтеріледі. Энергетик сусындар 2026 жылдан бастап 100 теңге 1 литрге, 2030 жылдан бастап 240 теңге 1 литрге. Темекіге 15.900-дан 18.051 теңгеге дейін көтеріледі 1000 данаға. 2030 жылдан бастап 25.600 теңгеге көбейтіледі. Көлік салығы. Жаңа есептеу жүйесі көліктің жасы мен категориясыға байланысты болады. Фермерлерге бір пикап көлігі үшін босатылу болады. Арнайы салық режимдері. Ол 3 режим болады. Өз-өзін жұмыспен қамту айына 300 айлық есеп көрсеткішпен дейін 4% әлеуметтік төлем есеп мобильді қосымша арқылы болады. Жеңілдетілетін декларация жылына 600 мың айлық көрсеткішке дейін, ставкасы 4% есеп жарты жылда. Ол жергілікті органдар төмендетіледі 50%-ға дейін. Ауыл шаруашылығы 0,5% айналымның қосымша құн салығының әлеуметтік салық, мүлік пен көлік салығынан босату есеп жылына 1 рет тапсырылады. Жеке табыс салығы 8,5 мың айлық көрсеткішке дейін 10% болады, одан артық болса 15%-ға дейін көтеріледі. Жеке практика нотариус адвокаттарға 9% барлық кірістен болады. Дивидендтер мен фермерлік кірістер жеке ставкалары болады. Жеке шегірімдер, зейнетақы, медициналық сақтандыру, әлеуметтік төлемдер, стандартты
шегемдер 30 айлық көрсеткішке дейін әлеуметтік шегемдер мүгедектер мен осал санаттар үшін солай көтеріледі. 2026 жылғы салық жүйесі цифрлық ашық әрі икемі болады. Бизнес жаңа ставкалар бөлек есептеуде және жеңілдіктері ескеру тиіс, ал азаматтар қосылған құн салығы әлеуметтік төлемдері жоспарлау қажет. Жүйе түгел болды ода бізде. Қысқаша солай өзгерістер бізге келіп жатыр. Енді бөлек толықша Оксана Валиулловна жалғастырып жібереді. Рахмет Ермек Алғазұлы. Келесі сөз кезегі Оксана Валиуллақызы өзіңізде. Мархабат. Саламатсыз ба? Ал енді мен ең бүгінгі күн білесіз, жаңа салық кодексі қол қойылып, енді 1 қаңтардан енгізіледі күшіне. Сондықтан бүгінгі күннен бастап, осы шілде айынан бастап біршама сұрақтар бізге талқыланып жатыр. Сондықтан көбіне основной жаңағы қандай сұрақтар түскеніне соған сізге жауабын толықша айтып берейін. Енді көлік құралдары салығы бойынша жаңағыдай қалай есептеледі, қалай есеп беріледі деп көбіне салық төлеушілер сұрайды. Сондықтан ендігі жыл 26 жылдан бастап салық есептеу өзгереді автокөліктің жасына қарай. 10 жылдан асса, онаған 0,7 коэффициент қолданады. 20 жылдан асса, коэффициент 0,5 қолданады. Сондықтан көлік салығы шамамен бір түседі жасына қарап. Төмендейді. Фермерлер үшін жеңілдік. Бір пикап жүк платформасы мен бөлек кабина болған жағдайда салықтан босатылады. Көлік санаты жүргізуші куәлігі категориясы бойынша енді анықталады. Қозғалтқыш көлемі 3000 кубический сантиметрден жоғары көліктерге арналған жоғары ставкасы 2013 жылғы 31 декабрьдан кейін шығарылған келтірілген көліктерге қолданылмайды енді. Есеп беру тек жылына 1 рет болады. Жаңағы заңды тұлғалар декларация бойынша есептейді, сол декларация бойынша салығы төленеді. Сондай өзгерістер жер салығында да болады. Жаңағы заңды тұлғалар тек жылда 1 рет декларация тапсырады, сол декларация бойынша салығын төлейді. Мүлік салығына көшсек, мүлік салығына шек және есептеуі 300 мың айлық есеп көрсеткіштен шамамен 1,3 миллион теңгеге дейін мүлік салығы салынған төлеуді қажеті жоқ. Енді есептеу жылдық орташа мүлік құны бойынша жүргізіледі. Қайта бағалау кемінде әр 3 жылда 1 рет жүргізіледі. Платаларға көшсек, лицензия үшін төлемдер жойылды. 26 жылдан бастап кейбір қызмет түрлері үшін лицензия төлем талап етілмейді. Арнайы салық режимдеріне көбіне сұрақтар сол режимдер жөнінде сұралады салық төлеушілерден. Енді жаңаға Ермек Алгазич айтып кетті ғой, қазіргі күні 7 режим қолдансақ, арнайы салық режимдер ендігі жылдан бастап тек 3 режимі қалады. Жаңағы самозанятый дейміз, өзін жұмыспен қамтықандар үшін жеке кәсіпкерлер жоқ, соны қолданады. Енді олардың шарттары жаңағы жалдамалы қызметкерлері жоқ тұлғалар. Табысы бір айда 300 айлық есеп көрсеткіштен аспау керек. Шамамен жылына 15 миллионнан аспау керек. Енді жаңадан енді қызмет түрлері, 40 қызмет түрлері бекітілді. Сол жаңағы арнайы салық режимін қолданатын тұлғаларға. Әлеуметтік төлемдері болады, салық төлемейді, әлеуметтік төлемдері 4% болады. Есеп мобильдік қосымшасы арқылы жүргізіледі. Онан енді есеп мобильдік қосымшада чек соғылады, жаңа қызметін көрсеткесін, содан табысын есептейді, содан енді 4% әлеуметтік төлемдер есептейді. Жеңілдетілген декларацияға көшсек, екінші арнайы салық режимі бұл енді қазіргі розничный налогпен қосылған салық шамамен жаңағы талаптар бойынша
Табысы 600 мың айлық есеп көрсеткіштен көп болмау керек, 2,5 миллиард теңге. Қызметкерлер саны бойынша шектеулері жоқ. Жеке ставкасы салықтың жаңағы 4% айтып кетті ғой, жаңағы маслихаттар 2-де либо 6 арналығында реттей алады шешімі бойынша. Қосылған құн салық төлемейді, есеп беру жартыжылдықта бір рет болады. Табыс жаңағы қызмет түрлері тоже бекітілді. Жаңадан осы қараша айында 44 қызмет түрі бар, 185 ОК, жаңа код экономической деятельности дейміз. Енді табысы 135 мың айлық есеп көрсеткіштен көп болғанда, бухгалтерлік есеп сол 550 мың теңгеге дейін болғанда, бухгалтерлік есептен босатылады. Енді ауыл шаруашылық қожалықтарға арналған арнайы салық режимі бар. Ол өзгерісі болған жоқ, шамамен тек жаңағы енді единый земельный налог 0,5% төлейді ғой, енді сон пайыздан сол енді единый земельный налогқа төленбейді, жаңағыдай жеке табыс салығы болып төленеді. Отчетін жылына бір рет беріледі. Салық бойынша шағым жасау мерзімдері енді срок исковой давности дейміз ғой, негізгі мерзімдері 3 және 5 жыл, мезгілі ұзарту және тоқтату ережелері енгізілді жаңа салық кодексіне. Ұзарту қосымша салық есептемесі немесе хабарламасы берілген жағдайда 1 жылға ұзарту мүмкіндігі бар. Шарты тек мерзім 1 жылдан кем қалған жағдайда. Мерзімін тоқтату салық тексерісі басталған сәттен хабарламаны орындағанға дейін, шағым енді берілген сәттен сот актісі күшіне енгенге дейін. Салық міндеттемелерін қамтамасыз ету тәсілдері. Енді білесіз, қазіргі тәсілдер, дәстүрлі тәсілдер пеня есептейміз, шығыстық операциясы тоқтатамыз, мүлік шектейміз. Ал енді жаңа салық кодексында жаңадай қамтамасыз ететін тәсілдер қосылды. Электрон шот фактурасын төлеуді тоқтату, шетелдік компаниялардың интернет платформаларына қолжетілімділікті шектеу. Хабарламалар мен ескертулер. Қарыз немесе хабарламалар орындау жағдайда жіберіледі. Ақпараттық ескертулері 30 жұмыс күні, айналым үшін 10 күн, қосылған құн салығы импортты қайтару белгіленбеген әлі. Міндетті тексерулер жабу қарыз орналасқан жерін растау үшін. Енді салық әкімшілендіру бойынша өзгерістер тоже бар. Жаңағыдай өздеріңіз білесіңдер, біздерде пандемия болды, жаңағыдай паводок болды. Сондықтан енді салық сол кезінде постановлениялар көп шығарылды, қалай салық әкімшілендіреді. Енді оны салық кодексына енгізілді. Төтенше жағдай немесе апат кезінде салықтық әкімшілендіру ерекшелері. Пенясы есептелмейді, шығыстары блоктау туралы барлық бұйрықтар тоқтатылады, қамтамасыз ету шаралар қолданылмайды, салық есептілік тапсыру тоқтатылады, салықтық тексеру мерзімін тоқтатылады. Келесі өзгерістер. Енді жаңағы көптен салық есептілігі біздерде қысқартылды. 39 салық налоговый отчетность дейміз ғой, солар 39-дан 12 формасы жойылды. Енді салық есепті тапсыру тәртібі салық төлеуші қажет формаларын веб қосымшада таңдайды. Ашылған соң қызмет түрі өзгерген жағдайда формалардың тізімін жаңғыртады. Мерзімінде тапсырмаған жаңағы отчеттық нөлдік көрсеткішпен тапсырылған болып саналады. Енді түзету қосымша декларация арқылы жасалады. Тапсыру мерзімін ұзарту қарастырылмаған есеп қайтару мүмкіндік емес. Отзыв пен жаңағыдай продление сроков енді болмайды. Тек жаңағы дополнительный отчетпен өзгертіледі. Келесі өзгерістерге көшсек, жаңағыдай
камералды бақылау өткізу тәртібі, камералдық бақылау жүргізу тәртібі негізінде бұрынғы тәртіппен қалады. Енді құжаттың атауы хабарламаның өзгереді. Камералдық бақылау нәтижесінде анықталған сәйкессіздіктер туралы хабарлама болып өзгереді. Салықтық бақылау тек салықтық органдар арқылы тексеру жүргізіледі. Жаңағы салықтық әкімшілендіру реформалар бойынша өзгерістер енгізілді. Тексерулерді жоспарлы және жоспардан тыс болу жойылды. Тексеру негізінде қысқартылды және бекітілді. Сотқа дейін мерзім тексеру аяқталғанға дейін ұзарту мүмкін. Құжаттар веб-портал арқылы тапсыруға мүмкіндік енгізілді. Алдын ала жазбаша ескерту шағымдану кезінде тексеру тоқтатылмайды. Хабарлама беру мерзімі енді 3 жұмыс күні кешіктірілмеу керек. Шағын және орта бизнес субъектілері үшін бір тексеруде ең көп 2 талап қойылады. Талапты орындау мерзімі 30 күннен 10 жұмыс күніне дейін қысқартылды. Енді тексеру мерзімдеріне көшсек, жаңағыдай 30 күні, жұмыс күні мерзімі ұзарту жағдайларында филиалдар жоқ болса 50 күнге ұзартылады. Жаңа филиалдар болса 160 күнге, салық мониторинг режимінде болса 180 күнге. Заңда көрсетілген себептер бойынша ұзартулар қысқартылды. Қарыз жаңағыдай сомасын қарай дифференциалдық тәсілдер енді жаңағыдай сізге салық берешегіңіз 20 айлық есеп көрсеткішке дейін болса, сізге тек жаңағыдай пеня есептеледі, сосын хабарлама жіберіледі. Ал ол сумадан артық болса, сумаға көшсек 86.500 теңгеден артық болса, онда сізге хабарлама жібереді, пеня есептеледі, есеп шоттарын блоктайды, инкассы бұйрығы шығарылады. Ал салық берешегіңіз 45 айлық есеп көрсеткіштен асса 194.625 теңгеден барлық өндіріп алу шараларға қосылады, мүлікті тәркілеу және дебиторлардың шоттарын өндіру. Крупный дейміз ғой, берер жақтарыңыз болса, салық берешектеріңіз 27.000 айлық есеп көрсеткіштен асса, 116.775.000 теңгеден 3 айдан астам төленбеген жағдайда шетелге шығуға шектеу сот шешімі арқылы қолданылады. Ол жаңағы салық берешектері жөнінде, ал әлеуметтік төлемдер бойынша қарызды өндіру шегі ендігі жыл тоже жаңағыдай өсті. Енді жаңа шегі мәні 6 айлық есеп көрсеткіш болады. Шамамен сомаға аударғанда 25.950 теңгеге дейін тек пеня есептеледі, хабарлама жіберіледі. Қазіргі уақытта оның шегі 1 МРП 3.925 теңге. Рахмет, алдыңызға түскен сұрақтар легіне кезек берсек, Ермек Алғазұлы, сізге 2026 жылғы салық реформасының нәтижесінде бюджет кірісі қаншаға өседі деп болжанып отыр? Ол сұрақтар біздер деген санап отырмыз. Енді республика бюджетке бізде қосылған құн салығы көбейгеннен арқылы 5-7 миллиардқа дейін көбейеді деп санап отырсақ, жергілікті бюджетке біздер где-то 20 миллиардтай төмендейді деп санап отырмыз. Ендеше рахмет, алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.